Бүгінгі тақырыбымыз ол тармақталу операторлары. Алгоритмді өткен кезде біз осы алгоритмдердің үш түрі болатындығын атап өткенбіз. Ол сызықтық, тармақталу және циклдық операторлар. Тармақталу операторлары, сіздер білесіздер, ол белгілі бір шарттың орындалу не орындалмауына байланысты берілген екі бағыттың біреуісіне беріледі. Егер шарт ақиқат болса, онда бірінші бағытқа берілетін болса, шарт жалған болса, екінші бағытқа беріледі. C++ тілдерінде тармақталу операторының толық және қысқа түрін қолдануымызға болады. Ол if қызметші сөзімен беріледі. If қызметші сөзінен кейін міндетті түрде біз жақшаның ішінде өрнек жазамыз. Өрнектен кейін шарт ақиқат болғандағы жазылатын оператор жазылады. Одан кейін нүктелі отырып міндетті түрде қойылады. Содан кейін else қызметші сөзінен кейін екінші оператор, яғни шарт орындалмаған жағдайдағы операторлар жазылады. Бұл бізде if else қызметші сөздерін қолданатын болсақ, ол бізде толық нұсқасы болып табылады. Ал егер тек қана if тармағын қолданатын болсақ, ол if операторының қысқаша түрі болып табылады. Осы шарттарды жазған кезде біз шарттың жай немесе құрама екендігіне байланысты амалдарды қолданамыз. Яғни шарт егер жай шарт болатын болса, онда салыстыру амалдары қолданылады. Ол сіздердің назарларыңызда экранда тұр, яғни тең, тең емес, үлкен, кіші, кішіне тең деген сияқты амалдар. Ал шарт күрделі болса, онда біз логикалық амалдарды қолданамыз. Логикалық амалдарға және немесе емес амалдары жатады. Логикалық амалдарға қолдану мысалдары бізде назарларыңызға мысалдарда экранда тұр. Мысалға, егер біз бағаның 4-ке жататындығын, яғни жақсы баға екендігін немесе 5-ке жататындығын анықтайтын болсақ, яғни бұл аралықты осы AND амалдарының көмегімен қолданамыз. AND амалы бізде 2 амперсанд белгісімен қолданылады. Және келесі назарларыңызда тұрған мысалда бұл немесе амалының қолданылуы. Немесе амалы 2 тік сызық амалымен беріледі. Бұл жерде берілген шарттың екеуі бірдей орындалмайды, яғни А кіші нөлден ба немесе Б кіші нөлден болса ғана жаңағы бізде if операторының шарты орындалған жағдайдағы операторлар, яғни А-ның мәнін 5-ке арттыру, Б-ның мәнін 2-ге арттыру деген операторларымыз орындалады. Бұл жерде 2 оператор орындалып тұрғаннан кейін біз оларды, яғни блокқа аламыз. Ол фигуралы жақша екендігін алдыңғы дәрісте атап өткен болатынбыз. Енді келесі мысалымызда біз емес амалының, логикалық емес амалының қолданылуын назарларыңызға ұсынып отырмын. Яғни бұл жерде А0-ден кіші болмаса, онда ол А-ның мәнін 2-ге арттыр, әйтпесе А-ның өзін экранға шығар деп отырмыз. Сол сияқты келесі слайдта назарларыңызда бізге программа бойынша 2 сан бүтін емес нақты сан берілген, және осы 2 нақты санның қайсысы кіші екендігін анықтауымыз қажет. Бұл жерде біз if операторын қолданып отырмыз және else операторын қолданып отырмыз. Ол сіздердің назарларыңызда экранда берілген. Сол сияқты амалдарды өткен кезде біз тармақталу операторында тернарлы амалдарды қолдануымызға болады деп атап өткенбіз бағана. Амалдардың тақырыбын өткен кезде осы жерде біз тернарлы амалдың қалай қолданылуын көрсетіп отырмыз. Яғни максимум мәніне үлкен 0-ден болған кезде А-ның мәні меншіктелінеді, ал шарт орындалмаған жағдайда Б-ның мәні меншіктелінеді. Және осы тақырыпты бекіту үшін сіздерге тапсырма беріліп отыр. Тапсырмада квадрат теңдеудің түбірлерін табатын программаны жазуларыңыз қажет, және дискриминанттың барлық жағдайын ескерулеріңіз қажет. Назарларыңызға рахмет.